Армысыз ағайын, мен бүгіннен бастап өзімнің YouTube каналымда сіздерге пайдалы ақпарат ұсынбақпын. Яғни ұлттық музыкаға байланысты әндердің, күйлердің, шығармалардың тарихы, халық және халық композиторлары, олардың шәкірттері туралы тың деректер ұсынамыз. Әрине, оның барлығын мен сіздерге осы саланың маманы, ұстаз, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, менің жан-жарым, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Ерлан Рысқалимен бірге әңгіме түрінде ұсынамын. Сондықтан бүгін батырым, енді мен батырым деп айта берсем болатын шығар. Бұл енді ресми әңгіме емес, дегенмен де халыққа пайдалы болсын деп. Қандай әңгімені бастаймыз? Меніңше бүгін Балғадишаның тарихын бастағанымыз дұрыс секілді. Біріншіден енді көрермендердің барлығына амандасып алайық. Амансыздар ма? YouTube арнасына жазылыңыздар менің жадикөнімнің. Енді ақан серіден бастағанымыз дұрыс-ау. Өйткені мен өзі сал серілердің барлығын жақсы көремін ғой, бірақ өзімнің шығармашылығымнан ерекше орын алатын бұл енді ақан сері. Мағжан атамыз жазады ғой. Ізденіп, зерттеп, сол ақан серінің өмірі мен шығармашылығына қатысты жазғанда, ол кісі басында эпиграф ретінде алады, бүйтіп айтады да, ақан ертегідей сұлу ақанның өмірі маған сонысымен ұнайды дейді да, қызық. Сол шынында да ақанның өмірі қызыққа да, шыжыққа да толы. Аспандаған кездері де болды, жер жастанып қиын құлаған кездері болды, қайғы қара бұлт басына төнген шақтар да болды. Қасіреттіден қасиетті өнер туындайды деген сөз бар. Бұл шынымен де тек айтылмаған сөз. Бұл рас. Себебі ақанның өмірі шын мәнісінде қайғы қасіретке толы. Оның өзінің әйелі қайтыс болады, жалғыз ұлы Мылқау, Базаралы деген тазысы өліп қалады, қыран құсы өліп қалады, құлагерін өлтіріп кетеді. Бұл енді ақан өмірінде бір ең қаралы тұстардың бірі ғой. Сол сәтте осы міне Балғадиша сияқты бүгінгі таңда енді шедевр дейміз ғой, музыкалық тілмен айтқанда, жалпы теңдессіз ән қалады. Осы әнде сөзіңді бөлейін, кешір. Күйеуің 85-те хан Қадиша деген секілді сөз бар, е? Бірақ бұл шын мәнінде 85-тегі шалға тұрмысқа шыққан ба? Одан кейін жалпы Балғадишаға аханның өзі ғашық болған деген секілді де сөздер айтылады. Бұл тек қана домбыра ұстаған әншілердің тарапынан ғана айтылып жүрген ән емес. Эстрада жұлдыздары да орындап жүр ғой. Бірақ сөздері әртүрлі. Бұл енді ұзақ әңгіме. Мен соның бәрін қысқа нұсқа айтып өтейін. Жалпы ақан сері жаңағы жұрттан оңашалап өзі жырақтап кетеді ғой. Сол жаңа қайғының, қасіреттің салдарынан. Сол кезде елдің ішінде қаңқу сөз шығады. Ондай сөздерді айтқан кім? Әрине аханды көре алмайтын, аханның бағын қызғанып жүрген адамдар айтады. Өзі бір іштей жақтырмай жүретін адамдар болғанша, сондайлардан шыққан сөз ғой, бұл өсек. Ахан деген дивана болып кетіпті, ахан жынданған екен, жын соққан оны, перінің қызына үйленген екен деген сияқты өсектердің барлығы сол тұстарда дүниеге келеді. Соның бәрін естіп алғандықтан қоғам ақаннан жырақтай бастайды. Ақан да елден жырақтап өзі оңаша жүре бастайды. Сондай сәттердің бірінде осы ақанды арнайылап өзінің ауылына шақырады. Ол бүгінгі таңда Астана операда симфониялық оркестрінің дирижері Руслан Баймурзин деген ініміз бар. Біздің бір мектепте оқығанбыз біз. Сол Русланның Баймырза деген атасы дүниеге келеді ғой. Соның шілдеханасында болады осы әңгіме. Ақан серінің Балғадишасы сол кезде дүниеге келген.
Сонда жаңағы кім ақан сиыры енді дастарханға жайғасып отырған кезде енді жаңағы қаңқу сөздердің салдарынан ақанның жанына жұрт жақындамайды, алыстау отырады барлығы. Бір дастархан басында отырса да арасында бір екі жақ шетінде, оң жақ сол жағында бір адам сиятындай орын қалдырып, себебі одан кішкене қорқақтайды, жатырқайды, жаңағындай өсек әбден санасын улап тастаған халықтың. Сөйтіп сол дастархан басында жалғызсырап отырған кезінде оның барлығын Ыбырай деген ақанның өзінің досы, әрі сол заманның өте ауқатты меценаты, нағыз бай адам. Біз қазақта байшыкеш деген қосарланып айтылатын сөз бар ғой, бірінен кейін бір. Сонда бай деген нағыз шын мәнісінде халыққа жиған тергенін бөліп беретін шын жомарт ауқатты адамды бай дейді, ал сараңдарды байшыкеш дейді ғой қазақ. Мен сол бай деп айтуға лайықты адам болған Ыбырай деген. Ол Ыбырай екеуі, ақан екеуі Ыбыраймен керемет сыйлас адамдар болған. Жаңағы бай мырзаның шілдеханасына дейін ақан онымен баяғыдан ертеректен таныс болған. Сосын ол уақытта ақан аспандап тұрған кезде, қазіргі тілмен айтқанда, мына күн тәртібі бос емес. Мына гастрольдік сапарының барлығы белгіленіп қойған. Содан ол бір уақыт тауып Ыбырайдың ауылына келеді. Сол ауылда жаңа Балқадишаның соңғы рет көргенде бір ойын баласы дейді, 5-6 жаста ойнап жүргенін көреді. Одан кейін Ыбырайдың ауылына жол түспеген ақанның, бірақ Ыбыраймен басқа ауылдарда да кездесіп тұрады ғой, араға екеуінің қатынасы үзілмейді. Сөйтіп міне араға қаншама жыл салғаннан кейін жаңағы бай мырзаның шілдеханасына келеді. Сонда елден естиді, ана Хадиша ұзатылайын деп жатыр деген әңгімені. Өзі кезінде ойын баласы болып жүрген кезінде көрген Хадишасы бүгін міне ұзатылғалы отыр. Және ол ауылда Ыбырай жоқ. Ыбырай да ел аралап кеткен, ол да шаруасыменен. Бірақ ақанның өзінің ауылына келгенін естиді де, ұзатылғалы отырған қызын, Хадишасын, ол уақытта ұзатылғалы отырған қыздарға оңаша отау тігіп береді, ақ үй тігіп береді. Ол үйде жаңағы қыз өзі жеке қоныстанатын болған. Яғни сол үйде жеке тұрады. Күйеуі келіп, қайын жұрты келіп алып кетпейінше сол жерде тұрады. Бұның бір жақсы жағы, бұны да айта кетуіміз керек. Бұл қазақтың дәстүрінің бір керемет, енді біздің қазақтың дәстүрлері өте озық дәстүр. Біз бұны ұмытпауымыз керек. Мына жаңағы қызға оңаша отау тігіп беруі, ұзатылғалы отырған қызға, қазақтың түсінігінде қыз бала жат жұрттық деген бар. Сол жаңағы қыз баланы, кететін қыз баланы алдын ала психологиялық тұрғыда сезінсін деп дайындауы. Ол қыз енді өзінің ұясынан ұшқалы отырғанын сезіну керек. Сол себепті ол бір отаудың бара-бара мықты болса, ақылды болса, дана болса, әулеттің, сосын елдің анасы болады. Міне осыған дайындау ретінде, дайындық ретінде жаңағыдай оңаш үйге отырғызып қояды. Сол оңаш үйде отырғаннан кейін енді ол сырғасы салынып, ұзатылатын қыз оңды солды жиын тойға бара бермейді. Оған тыйым салынады. Міне сол жаңағы бай мырзаның шілдеханасына Ыбырай өзінің шабарманын жіберіп, қос жеңгесі қарауылдап күзетіп отырған Балқадиша қызын мені жоқтатпай, ақан әкеңе барып сәлем бер деп жіберді. Сонда екі жеңгесі қолтықтап алып келеді Хадишаны. Жаңа бай мырзаның ол кезде қазіргідей этаж үйлер жоқ, мынандай кірпіштен салынған үйлер жоқ. Бәрі қазақ үйдің ішінде болып жатыр әңгіме. Сол кезде қазақ үйдің ішінде отырғанда ақанға жаңағы қос жеңгесі қолтықтап келіп, Хадиша кіріп келеді. Сол Хадиша кіріп келген кезде жаңағы енді қазақ үйдің қасиеті сол ғой, ханнан қараға дейінгінің бәрінің басы табалдырықтан аттаған кезде иіледі ғой. Сол жаңағы иіліп бүйтіп кіріп басын көтерген кезде ақан
бала күнінде өзі бәленбай уақыт бұрын ойнап жүрген кішкентай қыз сондай көрікті, сұлу болып өскеніне таң қалады да, ана қыз кірген бетте жүзін көргенде орнында отырып бірінші шумағын айтты дейді. Қыз едің Абекеңнің Балғадиша, бұралған белің нәзік Талғадиша, 80 қыз серуенге шықса дағы, ішінде қара басың Ханғадиша деп айтты. Сосын келіп, жаңағы қос жеңгесі қолтықтап алып келіп, Аханның оң жағына жайғастырады. Кімді? Хадишаны. Содан Ахан әнін айтып, әңгімесін шертіп, жұртпенен дидарласып, емін-еркін отырады ғой енді. Бір заманда біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін бір жеңгесі келеді де, қарағым, саған бұл жерде отыруға болмайды, ұзақ отыруға болмайды. Иә. Кеттік жүр дейді, құлағына сыбырлап кетеді. Енді Хадиша осы жерде екі оттың ортасында қалады. Кетіп қалайын десе, Ақан әкесінен әңгімесін бөле алмайды, әнін бөле алмайды, және жұрттың алдында мына жақтан тағын қайсыз, ойбай, мынау ұзатылғалы отырған қыз той-тойлап жүр, бұрын соңды қазақта болмаған нәрсе деп. Сосын не істерін білмей, мына жақтан енді халық қарап отыр, қайын жұрты бар, ұзатылғалы отырсың деген әңгіме шығады ертең. Сосын ыңғайсызданып отырады, амал жоқ. Содан сөйтіп отырғанда тағы да біраз уақыт өтіп кетеді. Біраздан кейін екінші жеңгесі келеді. Ол да жаңағы бірінші жеңгесі ұқсап құлағына сыбырлап кетеді. Сосын бұл байқұс тағы да қиналып отырған кезде, қанша дегенмен қырақ адам ғой енді Ақан. Соның бәрін көріп, бақылап отырып, сонда қолына домбырасын алып, әндетіп жөнелді дейді. Содан жаңағы дегенге Балғадиша, боларсың біздің сөзге Зарғадиша. Бұлаңдап асау тайдай жүрген басың, боларсың қандай жанға Жарғадиша. Қыз едің Абекеңнің Балғадиша, есілді өрлей біткен Талғадиша. Бір емес, екі жеңген келіп отыр, ұлықсат бізден сізге Барғадиша деп батасын беріп шығарып салған дейді. Бұл жерде ешқандай жаңағы қыз бен жігіттің арасындағы махаббат жоқ. Бұл Аханның әкелік махаббаты. Досы Ыбырайдың қызы Балғадиша. Бұл оған әкесіндей қамқор болып отыр. Жаны ашып, ананың ұзатылайын деп отырғанын естіп отыр. Қай жаққа бара жатыр, алаңдап отыр ғой. Боларсың қандай жанға Жарғадиша дейді. Дегенге Балғадиша, боларсың біздің сөзге Зарғадиша. Біздің сөзде отырғаны еркелететіні, құлыным деп, айналайын деп, маңдайынан сипап, еркелеткен жылы-жылы сөздерімізге сен біздің зар боласың деп. Сағынасың деген. Сағынасың төркініңді, еліңді, қайын өзіңнің төркініңді. Ал енді оның тұрмысқа шығайын деп отырған жігіті ше, ол өзінен құралпас жігіт пе? Ол кәдімгі өзіме құралпас, замандасына тұрмысқа шыққан, одан бала сүйіп, ұрпағы тараған. Бұл деректі қайдан алдың? Бұл қазір Көкшетаудың төңірегінде сол Балғадишаның ұрпақтары тұрады. Мен сол кісілермен кездескем. Менің де YouTube арнамда тұр. Ақтоқтының да ұрпағыменен, Балғадишаның да ұрпағыменен мен көзбе-көз кездесіп, дастархандас болып, сол кісілердің аузынан естідім. Одан кейін сол төңіректе осы өнерге немқұрайлы қарамайтын, қайта өнерге қатысты дүниелердің бәрін жинақтап жүретін азаматтардың қолындағы бар материалдарменен танысып шықтым. Илья Жақанов ағамыздың жазған еңбектері бар еді ғой, олар да бар. Илья Жақановтың да еңбегі бар. Соңғы жылдары шыққан Ақан сиыры деген қызыл кітабы жарыққа шықты. Оны да түгел ақтарып оқып шықтым. Сонда да осындай әңгімелер айтылады. Рахмет. Сосын жалпы енді мына бүгінгі таңда осы Балғадишаның мына сөзі дұрыс айтылмайды да, қыз едің Ыбырайдың деп бажырайтып айтады біздің әншілер. Әсіресе эстрада саласын. Енді домбырамен айтатын әншілерде де бар, бірлі жарымды айтатындар. Негізі Ыбырайдың деген ол қазақтың таным түсінігінде бұл дөрекілік болады. Ыбырай деген ол қарапайым қазақ емес,
ол жұрттың алдында жүрген ауқатты әрі бар тапқан таянғанын ел жұртымен бөлісіп жүрген адам. Меценат былайша айтқанда, сондай адамды сен бетіне бажырайтып мың жерден ақан болсаң да абырай деп айта алмайсың ғой. Ол ақанның өзінің төмендеп қалғандығы болады. Ақан өйтіп ешқашан айтпаған, ол өте мәдениетті адам болған ақан. Өте парасатты. Оның үстіне досы болса енді Абеке деп. Соның бір-бірін өзі қазақтың танымында сол сыйлайтын, қадірлейтін азаматын бажырайтып атын атамай, керісінше қадірлеп көтермелеп отырады ғой. Абеке, Әлеке деп мысалы. Тек бұл дүниені енді ер азаматтар ғана істеген. Өкініштісі қазір әйелдерде бір-біріне Айеке, Гүлеке деп кетіп жатыр. Ол дұрыс емес негізі. Осыған мән беру керек. Сосын жаңағы 85-те Шалғадиша деген бұл орыстар болғанда енді кеңес үкіметінің идеологиясының құрбаны бұл ән. Сол кезде мына әйел мен ер азаматтың арасындағы теңсіздік дейміз, әлеуметтік теңдікті жырлаймыз дейді. Бұлар мына әдебиетке өзгеріс енгіздір деді. Сол кезде мына Серік Тұрғынбеков деген ақын ағамыз бар. Мен өзім сол кісіменен өз аузынан естідім осы әңгімелесіп отырған кезде. Ол кісі қазақ радиосында музыкалық жаңағы әдеби сазды бағдарламалар бөлімінің жетекшісі болып отырған уақытында сол кезде жоғары жақтан бұған қоңырау шалынады. Осындай мәселені көтеру керек. Оған мына Ақан серінің Балғадиша деген әні жақсы келіп тұр. Оны бұрын әміреге де солай күштеп 85-те деп айтқызса керек. Сосын сол әміренің көзін көрген мына Манарбек Ержанов деген әнші бар. Сол кісіні сен шақырда студияға жазып ал. Күйеуің 85-те деп айтсын деп. Сосын ол Манарбек атамызға жолығады, айтады. Сосын Манарбек басында айтпайын дейді. Сол кезде ашығын айтады Серік ағамыз. Манеке, бұл жоғары жақтан келіп тұрған бұйрық. Егер бұны орындамасақ, екеуміздің де басымыз кетеді. Сосын амал жоқ. Бір жағынан әнді де сақтап қалу керек қой. Бір жағынан әнді де сақтап қалайық дейді. Сол Балғадишаның себепкер болуымен Манарбек қаншама әндер қалдырады жазып радиода. Бірақ сол әнді жаңағы 85-те деп айтып береді, сөзін бүлдіріп. Бірақ өле-өлгенше дейді, Серік ағамыз айтады, Манарбекпен жолыққан сайын мені қолымнан алып тұрып, осы Балғадишаға жасаған қиянатымды ойласам, мен өкінемін әлі деп. Өле-өлгенше сөйтіп өтті ғой ол кісі дейді, өзін-өзі кешірмей дейді. Кейіннен Әміре атамыздың дауысы табылды ғой ол жерде Балғадишада. Сөз бар ма еді? Әміре атамыздың айтқанында да бар, 85-те деп айтады Әміре атамыз. Енді ол жерде де сондай дүниенің идеологияның құрбандығы ғой. Енді сосын бір жағынан Әміре атамыз көп жағдайда жалғыз бұл Әміренің басындағы шаруа емес, сол замандағы көп әншілер мына халық әндерінің сөзін, өзі жатқа білетін сөзді кез келген әнге жегіп алып жүре беретін болған. Енді мысалы соның кесірінен қазіргі таңда анау ойбай, мынау мұхиттың сөзі жоқ, бұның бір жәннің сөзі деген талас даудамай жүріп жатыр. Бірақ ол енді не істейсің, оған қолдан келер шара жоқ. Ол сондай бір былығып кеткен дүние. Нақты ғана енді жазылған Затаевич сияқты ғалымдардың деректерінде ғана нақты көрсетілсе, сондайлы ғана мойындаймыз. Ал әйтпесе былай кез келген әнші өзінің жатқа білген өлеңін басқа әндерге жегіп алып айта берген. Ол және ол заманда қалыпты жағдай болып саналған. Көп рахмет, Батыр. Енді бір ғана әннің тарихы ғана емес, бұл жерде сөзге байланысты Манарбек атамыз әнді қалай жазып кеткен бір шама деректі айтып бердің. Бүгінше осы жететін секілді. Рахмет. Көп рахмет. Біздің арнамызға жазылып, лүпіл басып, пікір білдіре жүріңіздер. Келесіде Батырым тағы бір басқа бір әннің тарихын сіздерге жеткізеді. Аман болыңыздар.